Жақсы. Уақытымызды өткізбей. Жақсы. Енді запись бастадым. Кеше біз запись жүрмей қалыпты. Мен только кіргеннен кейін регистрация сұраған, я там сабақ өткізіп бастап қойғаннан кейін уже не стал там регистрацию делать. Сол себеп жазылмай қалған. Жарайды, жақсы, ешқандай проблема жоқ. Қазір бір қайталап өтейік, есімізге салып вообще немене маңызды екенін, иә. Барлық радиоактивті зат деп атаймыз біз, иә, который сәуле шығаратын заттарды. Ол альфа шығаруы мүмкін, ол бета шығаруы мүмкін, бір бөлшек күйінде, иә. И қосымша бір толқын күйінде, энергия күйінде шығаратыны ол гамма сәулесі негізгі. Қосымша мысалға бөлшек күйінде нейтрон болуы мүмкін, иә. Сіздер енді зерттеумен айналысқан кезде кей кездерде егер білсеңіз, там каратаж нелерде қосымша мысалы нейтронный источник болуы мүмкін, иә. Иногда возбуждает нейтроном ішіндегі әртүрлі элементтерді. Әрине әрқайсысының қаншалықты сәуле шашатынын қарайды, барлығын анықтаған кезде жердің астында, иә. Когда уже сіздер жұмыс істеу барысында мысалға немен жұмыс істейтін болсаңыздар, көбінесе альфа мен гамма бөлінетін болады. Мысалға біздің уранмен жұмыс істеп жатырмыз негізгі, біздің қосымша енді басқа да уранның нелер болуы мүмкін, продукты деления, да, уже мына торий бөліне бастайды, ол кезде тоже альфа бөліп шығаруы мүмкін, немесе не бетта шығаратын болса торий, ол кезде получается бетта шығады, иә, қосымша. Но уранмен жұмыс істеген кезде в основном альфа. Әрине әрқайсының мен мысалға нелерін айттым кеше. 2-3 частицаны зарядта кететін болса, мына гамма сәулесі, ал мұндағы бета сәулесі 100-300 1 сантиметр ауада 100-300 атмосфераның ішіндегі атомдарын зарядтап кетуі мүмкін. Сыртындағы электрон ұшырып жіберуі мүмкін, иә. Бұл ұшып жүргені себебі осы атомда ғана болатын, бұның тартылыс күшімен мына ядросына тартылып тұрған электронның мынау минус, мынау плюс болғандықтан, иә, ядро плюс, сыртындағы электрон минус. Сол себепті бұл не болатын. Және де айланып жүр. Айланған кезде мысалы ортадан тебу күші бар, иә, центробежная сила, иә. Сол себеп екеуі тең болғандықтан құламайтын. Бірақ та ұшып та кетпейтін, осы ұсталып тұратын. Бірақ та жаңағы ана альфа беталар келіп тиген кезде, ол біздің қай сала денеміздегі қай орган болмасын, немесе тамақ болмасын, немесе соның любойынан әсер еткізетін ауа болмасын, иә, қайсыған болсын қалай осылай әсер етеді ол. Бір электрон ұшырып жібереді бұлардың барлығы. Сол себепті біз үшін бұл қауіпті болып есептелінеді. Басқа мысалға сотовый телефон ұшыра алмайды, оның электроны несі жетпейді, иә. Мысалға күннің энергиясы көзге көрінетін жарық, иә, ол да сәуле, бірақ та ол ұшыра алмайды, себебі оның қатты қыздырғанымен мына сыртынан атомын жұлып жібере алмайды. Осынысымен бізге қауіпті. Олар мысалға там жаңағы шығаратын сәуле шығаратын радиоактивті заттар, оларды біз өздігінен сәуле шығарады, иә, және сәуле шығару кезінде басқа неге түрленіп кетеді, иә. Бұл атомдар, мысалға уранды алатын болсақ, ол торийға айналып кетті. Торий өздігінен мысалға там протактинийға айналады, иә, бета шығару арқылы 91-ші элементке айналады. Протактиний қайтадан 92-ші уранға келеді, бірақ 234-ші уран. Ол альфа шығарып қайтадан, сонда осылай үнемі жүріп жатады бұл процесс радиоактивті заттардың. Ол неліктен сәуле шығарады десек, ішінен себебі мына ядросының ішінде 92 протон бар. 92 протон болғандықтан ол енді плюс зарядталған, бірдей зарядтары бірдей, сол себепті олар бір-бірінен тебілу керек. Бірақ та тебілмей заттың не то что жақын орналасу, олар бір заттың
атомының ядросының бір негізін құрап тұр. 92 болса, ол значит уран. Екеуі ұшып кетті, мысалы альфа болып, иә, міне екеуі альфа, екі протоны, екі нейтроны ұшып кетті. Сонда уже ол торийға айналып кетті. Торийдан керісінше бір нейтроны ядросының ішінде, бір нейтроны протонға айналып кетті. Демек ол уже 90-шы емес, 91 протон болып кетті, иә. 91-ші элемент, бірақ нейтрон саны азайып қалды бір неге. Демек, ол өзгермейді ешқандай, иә. 234-ші болып қала береді. 234-ші уран болып қалады тек қана. Осындай процесстер үнемі жүріп жатады. Бұлардың әрқайсысы, мысалға, ескі жерлерден алынған нелер болатын болса, пробалар, ол ұзақ сақталған деп айтуға болады, иә. Сол уақыттарда не болуы мүмкін? Бетта шығуы мүмкін в основном. Прямой уран күйінде ол в основном бізде альфа ғана шығады, иә. Қосымша гамма как не ретінде жалғасып отырады. Мына қосымша шығып отырады. Ол енді мыналар сияқты бөлшек емес, альфа мен бета сияқты, бірақ та электромагниттік сәуле шоғырланған бір энергияның порциясы деп айтуға болады гамманы. Ешқандай салмағы несі жоқ, бірақ өзімен мынаның сыртындағы жолдағы әртүрлі атомдардың, ауаның немесе біздің денеміздің атомдарын иондап кетуге қасиеті бар. Ұшырып жіберуге, ионизацияға ұшыратуына. Демек, біз одан да қорғану керек боламыз. Әрине, там оның білу керекпіз, қатты көп болмауы мүмкін, біз өмірде сол гаммадан сондай алып жатуымыз мүмкін, иә. Но факт ретінде біз білу керекпіз, иә, әрқайсынан қалай қорғану керек екендігімізді. Бұның барлығы өте біз үшін маңызды. Ән ішінде пайдаланылатын қысқартулар, иә, жа деп айтады, иә, долгоживущий альфа излучающий нуклиды, иә, бұл әртүрлі шаң деп айтуға болады ауада, иә, радиоактивті. Мысалға, ауадағы шаңның құрамында ол радон болуы мүмкін, иә, ол краткоживущий, ол мысалға оның жартылай ыдырау периоды 4,5, 3-8 сутка ғана. Где-то 3 сутка 18 сағат деп айтуға болады, иә, примерно. Олар краткоживущий, сол себепті бұлар бірінші бөлінгенін күтеміз, оның, иә, сәуле шығып, содан кейін ғана оны өлшейміз. Әрине, жаңа құрылғылар бар, олар әртүрлі спектрометрия не арқылы анықтауға болады, алдын алады, иә, қандай долгоживущийлар бар екен изотоптардың. Ол изотоптар мысалға әртүрлі болуы мүмкін. Ауадағы жаңағы уранның продукты деления, жаңағы ыдырау өнімдері деп айтуға болады, иә. Солардың альфа шығаратын сәулелер. Ол ауадағы шаң полоний болуы мүмкін, мысалға, иә. Немесе там басқа да шаң болуы мүмкін. Жаңағы радон ыдырады, радонның қайтадан ол газ күйінде болған болатын, радон альфа шығару арқылы ол полонийға айналады, иә. Сол полоний, мысалға, там радоннан тоже альфа шығаратын полоний шығады. Ол да біздің өкпемізге түсуі мүмкін, иә. Сол себепті біз жұмыс істеу барысында қандай сәулелер бар екендігін, қандай олардың қалай қорғану керек, иә. Мысалға, гамманы алатын болсақ, оның қуатымен есептейміз. Мэт дегеніміз мощность эквивалентная доза, иә. Қуаты бір сағаттағы көбінесе қанша сәуле беретіндік, бір сағатта, осы қуатын бір сағатта деп қаламыз. Мен бір сағат сондай сәуледе тұрсам, осынша аламын деп, оның қуатын сипаттаймыз. РАО, иә, радиоактивный отходтар, қалдықтарымыз біздің өндіріс болғаннан кейін қалдықта түзіледі, әрине. Демек, онымен жұмыс істеудің дұрыс тәртіптері болу керек, иә. Содан кейінгі радиоактивный вещество, радиоактивті заттар,
барлық сәуле шығаратын заттар болса, оларды радиоактивті заттар деп қарастырамыз. СИЗ средства индивидуальной защиты, жеке қорғаныс құралдары, оларды жеке тыныс алу құралдары деп айта береміз. Сизот дейді, мысалға ол тыныс алу мүшелерін қорғайтын органов дыхания. Оны осылай қысқартып айта беретін боламыз. Сизот не. Әрқайсысын біз талдау кезінде жұмысымызда мынандай альфаның үлкен екендігін көрдік. Ол біздің қарапайым терімізден де өтпейді. Жұмыс істеуге барысында қолмен ұстасақ та ол терімізден өтпейді альфа частица. Бірақ та мысалға қолдан көрсететін болса, прибормен барып жусаң кетіп қалады. Демек, ол кәдімгі шаң сияқты біздің организмде. Әрине, ол альфа күйінде болмайды. Біздің жаңағы тері қабатымызда, ол радиоактивті заттардың шаңы күйінде болады. Сол себепті біз одан қорғанудың дұрыс жолдарын білу керекпіз. Ішке түсірмеу деген сияқты. Мысалға, біз жұмыс істеу барысында шашылуы мүмкін, төгілуі мүмкін, заттың бетіне қонуы мүмкін. Оның барлығы біз демалуға кейіннен бізге жұғатын болса, оның барлығы біздің ішімізге түсуі мүмкін. Сол себепті біз сырттан қорғау ешқандай қауіп болмағанымен қағаздан өтпейді. Біз оны жұмыс істеу барысында ішімізге түсірмеу керекпіз. Демек, осы альфа шығаратын сәулелі нелерді, заттарды. Бетта әрине бірден жоқ деп айттым, бірақ та бетта кейіннен де болып жатса, мысалға фольга тоқтатады. Алюминиевый фольга беттаны тоқтатады. Гамма өтімділік қасиеті өте жоғары, себебі ол мына екеуі сияқты зарядталмаған. Себебі альфа у нас плюс заряженный, мысалға 12 протоннан тұрады. Ал бетта бізде сыртындағы электрон, айналып жүрген электрон сияқты атомдардың. Бұл да теріс зарядталған. Бұл да электрон, бірақ та бұл ядраның ішінен протонның нейтронға айналғандағы артық салмағы. Нейтрон бізде ешқандай заряды жоқ болды ғой. Протон бізде 10 зарядталған. 10 зарядқа айналған кездегі мысалға артық салмағымен заряда ұшып шыққан. Бұл да біздің басқа осындай ион туғызу қасиеті несі бар. Ол кезде де түрленеді. Керісінше, мысалға торий шығарса, бұл 90-шы элемент 91-ші элементке айналып кетеді. Одан кейін протактинный тоже бетта шығарады да, тағы да 92-ші элементке айналады. Бірақ та ол 234-ші уранға айналады. Мысалы, солай жүре береді. Ал 35-ші уран ол бізде табиғатта бар дедім, бізде. Ол да сол 35-ші уран күйінде болады. Сол себепті оны біз неде пайдаланамыз көбінесе, оны ол жарты ядрауы аз болады, және де энергиясы бөлуге жеңілді. 38-ді ыдырата алмайсың ядрасын, мысалға. 35-ші уранды, мысалға, нейтронмен атып қалған кезде ол неге айналады? Бөлінеді. 2 осколкаға бөлінеді. Мысалы, соны пайдаланады, жылуын пайдаланады, сол бөлінген шыққан кезде. Ядрасының ішінде, ойлап көріңіздер, 92 протон жинақталып тұрған болатын. Соны алады, 92 протонды, енді плюс зарядталған. Олар кебіліп кету керек қой. Не то, что содан артық күш, который бір-біріне тигізіп тұрған күш болған болатын. Ішкі күш, энергия, соны жару арқылы бізде көбінесе атом электростанцияларында жылу алып жатады. Осы урандардың. 238-ші уран бұл қосалқы жанында еріп отыратын уран деп айтуға болады. Сол себепті бұл табиғи, ешқандай қатты слабо радиоактивный деп айтуға болады. Он более токсичный, чем радиоактивный. Бұның уландырғыш қасиеті радиоактивті қасиетінен қарағанда қауіптірек біз үшін. Сол себепті біз бұл
тек қана радиация күйінде емес, біз басқа да зияны бар деп қарау керекпіз, иә. Әрине, адамдар жұмыс істеу барысында іштеріне түсуі мүмкін, иә. Сіздер білесіздер, там мочадан қарауға болады, иә, ішке түсіп жатыр ма, түспей жатыр ма. Әрине, қандай закись окись уранамен жұмыс істеп жатыр ма, оның барлығы өте маңызды. Себебі закись окись уранамен жұмыс істесе, анализ жасау кезінде, иә, ол ішке түсірмеу керексің. Шам, жолтекек мысалға, иә, екеуі екі түрлі нәрсе, хотя там бір уран деп алғанымен екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Мысалға, анау ұзақ уақыт отта қақталғаннан кейін ол не болады, өте кішкентай болады көлемі. Сол себепті ол қанға да сіңуіне мүмкіншілік туындайды да. Біраз екі суткадан кейін организмнан табу кішкене қиыныраққа түседі, иә. Ал жолтекек болатын болса, бір аптаның ішінде там в принципе көрсетіп тұрады постоянно, иә. Зәрден алса бір апта бойы ол көрсетуі мүмкін. Сол себепті екеуі екі түрлі, хотя там бір уран, иә. Екеуі де осы 238-ші уран, бірақ та біреуі отқа ұзақ уақыт қақталған, екіншісі қақталмаған, иә. Сол себепті сіздер де өздеріңіздің жұмыс орындарыңызды таза ұстау арқылы, иә, өздеріңіздің іштеріңізге түсірмесеңіз де, түсірмеудің жолын ойлайтын болсаңыз да, бұл ешқандай зиянын әкелмейді біздің сырт жағымыздан. Себебі ол қатты көп гаммада шаша бермейді. Бізде мысалға жолтекек шығады деп есептесе, иә, жолтекек енді ол где-то 70-80%-ға дейін болуы мүмкін, иә, 35%-дан бастап. Уран құрамында 238 ғой енді основной массасы, 0,7% ғана 35-ші уран шығарылып жатқан. Соны енді ең көп бочкаға салынған деп алатын болсақ, иә, бочкаға салынып тұр дейді. Міне мынандай бочкаға, иә, тук 44/8 деп аталынады. Бұл тук 200 литр болғанымен ішіне 450 килограмм кек сияды. Или закись окись сияды. Иә, 450 килограмм. Сол арқылы осылай тасымалданады. Бұл енді комплект деп есептелінеді. Резинкасымен, крышкасымен, кольцосымен, мынандай несі бар, пломбасы бар салынатын өзінің. Осының ішінде 400 килограмм жиналды деген кезде, шын мәнінде мощность деп айттым ғой және, иә, мощность гамма излучение деп, иә, соны айтатын болсақ, ол жерде мэт деген, бір сағатта тұрсаң қанша аласың деген. Ол жерде примерно 10-ға дейін 10 микрозиверт деп айтайыншы сағатына примерно. Енді әрине ұзақ тұрған сайын оның және ыдырау өнімдері басқа сәуле шығара бастауы мүмкін, әрине көбейе бастайды да гаммасы. Бірақ факт, что шыққан уақытында, енді пештен шыққан уақытында, не уақытында, иә, сол бастапқы уақытында 10 микрозиверт қана. 10 микрозиверт постоянно болып тұратын болса, примерно жұмыс орнында постоянно 10 микрозиверт көрсетіп тұратын болса, адам 17 миллизиверт доза алады. 20 миллизиверт рұқсат етілсе, ол жерде адам 17 ғана алады. Бір жыл жұмыс істесе сол жерде. Время обучения 1700 сағат. Санитарный правилами. 1700 сағатта қандай да бір сәулесімен жұмыс істесе, мысалы, радон, иә, ол газ күйінде болады, иә. Ол радонмен күресу бізге там тек қана желдетіп тастайсың болды. Ал басқа да ластанулар болатын болса, оларды жуу керек болады, иә. Мысалға, жұмыс істеп жатқан жерге раствор төгіліп қалды. Төгілу кезінде, мысалға,
оны егер жинап алатын болсақ, иә, оны дезактивация жасап, как радиоактивті отход ретінде шығаратын болсақ, бізге қайтадан өлшеткізіп, иә, сол жерге төгілген жерді. Әрине, бұл ластану біздің ішімізге түсуі мүмкін, қандай да түрі болса да, иә. Ластанудың екі түрі бар. Біреуі снимаемый, екіншісі неснимаемый. Мына снимаемый шын мәнінде бізге не емес, қауіптісі осы снимаемый. Себебі бұл біз оған тиген кезде бұл жұғады, иә. Бұл жұққандықтан біздің ішімізге түсуі де мүмкін. Біз қойылған нормалар бар бұларға. Сол нормаларға қарау арқылы біз өзімізді ішімізге түсірмеудің амалын ойластырамыз. Не снимаемый дегеніміз ол бізге тисек те ол жұқпайды. Ол ішіне сіңіп алған. Сырт жағын, мысалға, сухой мазок дейді, мынандай жұғады ма, жұқпай ма, соны алады. Не фиксированный, иә. Фиксированный, фиксированный. Бұл тисен де жұқпайды да саған. Осы біз үшін қауіпсіз, себебі ішімізге түспейді деп есептелінеді. Бұдан уже допустимый уровень, чем снимаемыйдан қарағанда көбірек рұқсат етіледі. Бұның барлығы өте маңызды бізге, иә. Білу керекпіз, біздің жұғатын болса, ішімізге түсетін болса, демек ол ішкі сәуле әкелуі мүмкін. Бұл ішкі сәуле адам денесінің ішіне радиоактивті заттың түсіп, іш жақта сәуле шашуы. Ол жаңағы шаң күйінде болуы мүмкін, иә, немесе радон күйінде болуы мүмкін. Тұрғылықты халықтардың 42% примерно, иә, табиғи радоннан, табиғи алған сәулесінің 42% осы радоннан келеді, ең көп пайыз. Себебі радон көп жерде бар шынымен. Мен кеше көптеген нелерді, мысалдар келтіріп бастадым, мысалы, иә, мектепте көрсеткен радиация, иә, 7,5 мың көрсетті дейді мектептің ішінде радон. Біз заводта, мысалға, 1200-ден асып кетсе, ол допустимыйдан асып кетті деп жатамыз. Қарап тұрсаңыздар, өмірде тоже болуы мүмкін. Сол себепті біз өзіміздің жұмысымызды атқару кезінде, осы радиациямен жұмыс істеу кезінде, осылардың бір сәулелердің біреуінің түрі болатын болса, онда біз жаңағы радиациялық қауіпсіздікті мұқият орындау керек боламыз. Себебі біздің әрекетімізден басқа адамдарға да сәуле келуі мүмкін. Мысалға, осы қолымды аламыз, снимаемый, не снимаемый загрязнение. Қолым ластан қалды мен. Мен қолымды жумай бардым да, біреумен амандастым, онымен барып печенье ұстадым деген сияқты, иә. Олардың барлығы бізге ішімізге түсуі мүмкін. Сол себепті біз жұмыс істеу барысында өзіміздің жауапкершілігімізді сезіну керекпіз міндетті түрде. Қане бір не беріп қойыңыздар, обратный связь. Қалайсыздар? Қандай? Арақ туралы айтамыз ба? Арақ көмектесе ме, көмектеспей ме? Тыңдап отырсыздар ма? Жазып қойыңыздар, өмірзақ. Тағы да қалғандар. Қалғандар мен тыңдап отырған жоқ ау. Мен түсінген ме? Солай ма? Мен тыңдап отырған жоқсыздар ма? Чатқа бір қалайсыздар жазып қойыңыздар. Жалғастыра берейік па? Осы снимаемый, мысалға, біз
жалғыз оны деп қарауға болмайды. Мысалы лестничный перила или там есіктің ручкаларын ұстауымыз мүмкін, иә, осы таза емес қолмен. Сол себепті біз барлық жерде егер ә, жақсылап жұрт сүртіп отыратын болсақ, бұл бізді ә, қауіпсіз ішімізге түсуін ә, біз содан қашамыз. Өте маңыздысы осы ішке түсірмеу біздің, иә, уран күйінде болған кезде. Ол айттым мен тек қана радиоактивті күйінде емес, ол не күйінде де әсер етеді деп, химиялық күйінде де әсер етеді деп. Ол химиялық күйінде дейтінім, ә, әрбір химиялық элементтер неге бөлінеді? Мына диагональмен бөлетін болсақ, төменгі жағы көлденеңінен, иә, бір мына бұрыштан келесі бұрышына дейін қиып шығатын болсақ, онда ол бізде төменгі жағы металл болып есептелінеді. Қандай да бір жалғыз уран емес, енді мысалға басқа да металлдар ішке түсетін болса, олар да бізді зияны бар ішке түскенде. Мысалға тотық туғызады, иә. Ол тотық бізге уландырғыш қасиеті болғандықтан ол радиациядан бөлек әсері бар да, сонда қарап тұрсаңыздар. Токсин выделяется, иә, ол токсинмен организм күресу керек болады. Бұл даже радиация шығармауы да мүмкін. Енді урандікі период распада 4,5 миллиард лет, жартылай ыдырау периоды уранның 4,5 миллиард жыл. Сол себепті 4,5 миллиард жылда ол мүмкін сәуле шығармауы да мүмкін. Сол уран күйінде жата беруі мүмкін. Сол себепті осы радиациядан бөлек еще уландырмасын деп те ішке түсірмегеніміз жөн, иә, жұмысымызда. Тікелей жұмыс істейтін адамдар, иә, мысалы бар. Ол мысалға заводтарда көбінесе аппаратчиктер, операторлар, хим лабораториялар, иә, сондағы істейтін жұмысшылар, механик, слесарь, кип, содан кейін кім, электрик, басқа да кімдер кіріп жүретін соған радиацияға. Геофизик, каратажниктер там әртүрлі. Содан кейін монтажниктер қазір, бұрын мысалға көбінесе блоктарды ішіндегі трубаларды пайдаланбайтын екінші рет. Қазір енді екінші рет пайдаланады, иә, ол сондай бір модный сөзбен атап қойды оны. Сол себепті олар да радиоактивті заттармен жұмыс істейді. Демек, олар да радиациядан қорғану керек, иә. Ол қосымша енді көбінесе кімді А тобына, кімді Б тобына жатқызатын, ол кәсіпорын ғана қабылдай салады. Ол ешқандай не әкелмейді. Мысалға льгота А тобына жаттым, Б тобына жаттым деп ешқандай льготасы жоқ, иә. Льготаны әкелетін ол аттестация рабочих мест. Аттестация рабочих мест кезінде қай адам қандай жұмыс шарты, қандай оның шаңды жерде қандай зиянды факторлар бар, иә. Ол жалғыз радиациядан бөлек там химия ма, биологический ма, немесе там биікте жүре ме, ыстықта, температурада жүре ме, осының барлығын ескеру арқылы аттестация рабочих мест осы әрбір жұмыстың зияндылығын анықтайды, иә. Сол арқылы льгота беріледі. Ал мына А тобы Б тобына кірді деп, ол ешқандай бір жеңілдік жасамайды, иә. Бұл жерде тек өзгеретін дүние өлшенетін радиация гаммасы тек қана прибормен, дозиметрмен өлшенеді, иә. Мынандай кеудесіне әрбір адам индивидуальный дозиметр салып жүреді. Ол дозиметр тек қана өзінің ғана дозасын көрсетеді. Б тобы болатын болса, олар ұстамайды ешқандай дозиметр. Олар
дозиметрдің орнына расчетный путь, мысалға там ол жүретін жерлеріне проф маршрут жасалынады. Сол проф маршрут бойынша қанша уақыт қай жерде болады деп жазылады да, соның ішінде қаншама радиация болды. Ол осы айда қанша жұмыс істеді, а средний радиация қандай болды деп сөйтіп қарау арқылы расчетпен есептелінеді бытовникті. Сонымен ғана ешқандай жеңілдіктер жоқ, ондай біздің мына топқа бөлгенімізге, иә, категория облучаемых лиц. Біз үшін бұл ешқандай жеңілдік әкелмейтін, кейде бір шатасып жатады, бізді А тобына қоспады, Б тобына қосты деген сияқты. Содан кейін айтып отырған ғой, жалпы біздің өмірімізде ешқандай ол жеңілдіктер әкелмейді. Осы зиянды факторлар қай жерде қандай бар, ол қалай түсуі мүмкін деген кезде солар ғана біздің немізге, дозаларымызға әсер етеді. Көбінесе мына снимаемый даже есептей алмайды, қаншаға түсіп жататын адамдар. Радонмен жайды ғана есептейді көбінесе. Прибор бар да, оны есептейтін жайды. Ол шан сіздің ішіңізге түседі, қолыңызда көрсетті, бірақ ол ішке түседі деп ешкім кепілдік бере алмайды ғой. Қол бұлғанатын кездер болады, там, иә, жүк тастаса болады, ешқандай проблема жоқ радиация бойынша, снимаемый бойынша. Демек, ол мен айтқандай, ол дезактивация жасаған кезде кететін сәуле, иә. Оны біз өзіміз жуып кетіре аламыз. Демек, ол бізге ішімізге түсуі мүмкін дедік, иә. Даже ішке түсті дегеннің өзінде де, мысалға, там әртүрлі жолдарын қарастыруға болады. Примерно қаншама радиация келеді. Желтый кек, мысалға, ішке түсетін болса, примерно 1000 микрограмм на литр, 1 миллиграмм на литр уран көрсететін болса, зәрде, онда ол адам 1 миллизиверт доз алады деді. Ал 1000 микрограмм на литр не болатын болса, закись, 1,6 миллизиверт доз алады, 1,6. Бізде рұқсат етілгені 20. Осы нәрселерді ескеру керек, шын мәнінде радиация күйінде қатты үлкен доза әкелмейді, даже 1000 частица болса да. Бұл ішке түскенде, мысалға, мен айттым ғой, радиация құр радиация емес, басқа факторларға әсер етуі мүмкін. Мысалы, өкпеге түсті дейік, өкпеде там бір жара туғызуы мүмкін. Мынарада қарап тұрсаңыздар, альфаның өзінің несі үлкен, бұның энергиясы үлкен. 20 000 километр сағатына ұшып шықты альфа шыққан кезде. Температурасы 300 градус Цельсийді шыққан кезде. Әрине, ол бір микро ожог жасауы мүмкін даже, иә? Нано ожогтар өте кішкентай. Сол себепті кішкентай доза кезінде ешкім оны определять ете алмайды, там қаншама радиация екендігін. Иә, оны тіркеу, именно радиациядан екенін тіркеу өте қиын. Сол себепті 1-ден 100-ге дейін изменение здоровья не регистрируется. Бірақ та психосоматикамен, мысалы, біз өзіміз можем наверстать тебя, иә. Бір самовнушение дейміз, иә. Немесе бір өзіміз үрейге үнемі үрейленіп жүретін болса, бұл осыған әкелуі мүмкін. Себебі біздің ойымызға бәрібір радиация бар ма, жоқ па. Егер біз өзіміз сеніп тұрсақ, радиация бар деп, маған әсер етті. Демек,
пожалуйста дейді. Даже радиация болмаса да радиацияның әсерін береді. Иә. Бұл мидың сенуі, себебі біз егер дұрыс қабылдайтын болсақ радиацияны, что осындай, иә, там қорғануға болады, осындай дозаға дейін алуға болады, иә, 200-ге дейін. Мысалға аварийный облучение 200 миллизивертқа дейін алады. Иә, 20 емес, 200. 200-ден асса жалпы көзге көрінетін өзгешелік туындайды дедім. Иә, сол себепті ол адамды қайтадан ондай доза алуға шақырмайды ешкім. Иә. Мысалға Чернобыльдағы болған ситуациялар. Иә. Қаншама ликвидатор қатысты. Біреу қорықты, біреу қорықпады. Біреулер әлі тірі жүр, біреулер уже кетіп қалғалы қашан. Әртүрлі себептер болады енді. Бірақ факт, что бұл радиацияның 200-ге дейін адамның шыдайтындығы бұл факт. Иә. Контрольныйды біз что угодно мы можем поставить. Бұны әрбір кәсіпорын өзі қабылдайды. Өзінің жұмыс орнында қандай не болу керек. Контрольный орын болу керек. Ол нені білдіреді? Ол бүкіл барлық приборлар, нелер, вычислительная система барлығы дұрыс жұмыс істеп тұр деген сөз. Иә? Егер сондай уақытта қандай бола алады, максимально көтеріле алады деп соны қоямыз. Егер содан асып кетсе контрольныйда, демек бір нәрсе дұрыс істемей тұр. Осылай біз контрольный уровеньде өзіміздің ішкі бастықтармен келісу арқылы, утверждение жасату арқылы біз өзіміз қоямыз контрольный уровень қай жерде қандай болу керек. Мысалға енді контрольный уровень жылдық егер бізде 20-ға дейін рұқсат беріп жатса, көбінесе 5-6 қояды көбінесе. 5-6 миллизиверттен асты ма адамдық дозасы. Значит, соны жұмыс істейтін жерінде бір таза емес нәрсе бар. Сәуле шашып тұратын басқалардан қарағанда. Деген сияқты осындай немен жүзеге асылады. Бізде жұмыста алатын болсақ, мысалға, бізде көптеген нелер бар, рудниктер бар, мысалға там бір рудникті мысал ретінде алатын болсақ, қандай радиациялық аймақтар болуы мүмкін. Мысалға, уранды сұйық күйінде шығарып жатқан жер, содан кейін уранды уже сұйық күйінен бөліп алып, оны түрлендіріп, қайтадан қою қылып шығарып жатқан жер. Одан кейін әртүрлі пескотсойниктер, жердің астынан көтерілген дүниенің барлығы, песок, ұсақ-түйек бір құм ұсағы, барлығы радиоактивті болуы мүмкін. Біз білмейміз ғой. Сол себепті көп қолымызды ұстай беруге болмайды. Мысалы, керн болуы мүмкін. Керннің да керні бар да. Кейбір жерде рудный горизонт болады, кейбіреуінде болмайды. Оның барлығы әсер етеді. Содан кейін физико-химическая лаборатория тоже әртүрлі пробалардың барлығы тұруы мүмкін. Олармен жұмыс істелуі мүмкін. Кейбір нелер болуы мүмкін. Мысалға, әртүрлі анализаторлар, приборлар, аналитический приборлар. Олардан да, мысалға, не шығатындар болуы мүмкін. Рентген сәулесі шығатын. Кейде, мысалға, источниктер әртүрлі болуы мүмкін. Олардың энергиясы да әртүрлі болуы мүмкін.
склад готов продукция түсінікті, оның сыртында шаң жоқ, демек оның сыртқа тек қана гамма ғана шығарып тұратын жер. Иә, оның ішінде уже бочкадан шықпайды деген сөз, иә, сыртқа қарай. Уже альфа шыға алмайды, бәрі жуылады. Оның сыртына тек қана осының бөлінгендегі гаммасы ғана көрініп отыр. Сыртқа шығады. Товардың десербат күйінде тоже ол да төгілуі мүмкін. Ну, но готовый продукция тоже там, әрине, төгілуі мүмкін, ол жерде құлатып алуы мүмкін, иә, шашып алуы мүмкін деген сияқты. Олардың демек ол жерде қандай да бір жұмыс жүргізілетін болса осы уранмен, олардың барлығы сол жерді радиациялық аймақ деп атайды. Ол жерлерде міндетті түрде мысалға там маска киіп жүру керек болуы мүмкін, иә, кейбір нелерде. Кейбіреуінде керісінше қосымша басқа сиздар берілуі мүмкін. Полный лицевой маска, например. Товардың диссербат көбінесе бізге ішімізге бір жұққап соны барып түспесе, а так в принципе бұл қатты не емес, сыртына шығып тұрған радиациясы көп емес те. Мысалға товардың диссербат бір емкость алатын болсақ, енді үлкен емкостьта салынса, мысалы, ол примерно 18-20 куб деп есептейтін болсақ, соның сыртына примерно бір жарымға микрозиверт сағатына дейін доза көрсетіп тұрады. Қатты көп емес, хотя там ішінде 12%-ға дейін не болуы мүмкін, уран болуы мүмкін ішінде. Кейде сол радиоактивті ластануларды біз жуу керек боламыз, иә, сыртқа шығару үшін. Сол кездерде ол сол жерде жууға арналған радиоактивті кір машиналарды, иә, олар бізде площадка дезактивации деп аталады. Товардың десербат сіздерге жауап бердім деп ойлаймын, иә, өмірзақ. Естіп шықтыңыз ба? Товардың десербат енді ішке түспесе болды, ол да жаңағы радиоактивті. Байқап тұрсаңыздар, аққаннан кейін біраз уақыттан тұзға түзіле бастайды да, ну, кристаллизация жүре бастайды да. Сол себепті ол не болуы мүмкін. Енді гамма көп шықпайды сыртына, бірақ факт, что кристаллизация түзілсе, демек ол да шаң күйінде ішімізге түсуі мүмкін. Сол себепті мен оны жұғып қалуын, нетіп қалуына жол бермеу керекпін. Демек мен оны тазалап жуып отыру керек боламын да, жұмыс істесем, егер дезактивация жасау керек боламын. Дезактивация жасау көбінесе сабынды сумен жеткілікті. Сабынды сумен көпіртіп алып, одан кейін барып таза сумен жуып алса. Любой нәрсені. Радиоактивті ластану ол кәдімгі кір деп қарау керек те. Ол сол кір күйінде түседі де, кәдімгі ластану сияқты, иә. Ал басқалай альфа күйінде немесе бета күйінде өйтіп түспейді ештеңе. Жарайды, берейін, ешқандай проблема жоқ. Презентация болғанда мен аны қазір неге PDF-қа айналдырып тастағам, PDF күйінде қазір ашып отырмын. Андай презентация күйінде тұрған жоқ та. Сжимать етуге болады, в принципе, там рисунктардың чуть-чуть качествосы төмендейді, но бірақ факт, что любой соткадан ашып қарай беруге болатын болады да оқуға. Бізде жуу кезінде де адамдардың іштеріне түсуі мүмкін, иә, шашырап тамшысы кіруі мүмкін. Сол себепте тоже ішке түсірмеу мәселелерін қарастыру керек боламыз.
бірақ та бізде кейде болады жағдай, мысалы сақтау керек боламыз ол радиоактивті қалдықты. Вообще жалпы қалдық дегеніміз не десек, кейіннен пайдаланылмайтын дүние. Иә, демек оны шығарып тастау керек боламыз, иә. Пайдаланылмайды ол қалдық. Демек сол қалдықты біз сақтайтын жер бар, көметін жерлері бар, иә. Бұлардың барлығы радиоактивті аймаққа жатуы мүмкін. Әрине, қосымша тағы да бір нелерді қосуға болады, иә, мысалы уран өндіру кезінде. Бірақ барлық нені осы ненің примерно ішіне сыйғызып жіберуге болады да, қай саланың үстіне алсаңыз. Бір жерде афинажный цех болуы мүмкін, иә, егер не болатын болса, закись алатын болса. Бір жерде састы кіргізуі мүмкін, иә, андай склад аммиачный селитры. Себебі аммиакты растворға қосатын жерде радиоактивті раствор келеді десек сол жерге. Вот осындай біздің жұмысымызда, иә, бұл жаңағы қалдықтармен де жұмыс істеу өте маңызды болып есептелінеді. Жаңағы сыртқы ішкі сәуле. Біз әртүрлі өзіміздің сапарымыз бойынша әртүрлі рудниктарға неге баруымыз мүмкін шығар, иә. Кейде бір анализаторларды орнатуға, нетуге, сіздердің ғылыми істеген тірліктеріңізді соған внедрение жасау үшін, иә. Білу керекпіз сыртқы сәуле қандай, қайдан келіп жатыр, иә. Ең көбі осы не шығаратын, ішінде бочкасы дайын өнім салынған бочкалар ең көп шығады. Одан кейін әртүрлі арматуралар ішінде болса, ішінде уран жүріп жатса, барлығына радиоактивті сәуле шығуы мүмкін, гамма, сыртқы сәуле. Бағана сәулелерді айту кезінде мен ішкі сәуле туралы көп айттым, потому что негізгі маңыздысы, но бізде аз болса маңыз әкеледі деп бағана айттым ғой, гаммадан аз келеді деп, жаңағы иондау қасиеті өте аз оның, 2-3 частица ғана 1 сантиметрден. Ал бета 100-300, иә, нені алатын болсақ, альфаны алатын болсақ, альфа 30 мыңнан 60 мыңға дейін атомды зарядтап кетуі мүмкін ауада. Қалай, сұрақ туындап жатқан жоқ па тағы да? Қоя беріңіз, жақсы. Мен біреулер сұрап отырады ғой, сол кезде керісінше бір онлайн жүргізудің бір қиыншылығы, құр экранға қарап сөйлеу керексің де, адамдардың реакциясы несі, аудитория жоқ алдында сөйлеп жатқан. Әрине кішкене қиыншылығы бар, иә. Тыңдап отырсаңыздар болды, жақсы, мен қуаныштымын тыңдағандарыңызға. Енді сол арматуралардан гамма шығуы мүмкін дедім, иә, сыртқы сәуле. Сол сыртқы сәуле бізде тек қана гаммадан. Осы гаммадан сырттан қанша келетінін гамма ғана тіркейміз. Ол біздің жаңағы индивидуальный дозиметр берілетін болса, солмен тіркеуге болады. Болмаса, немен тіркеуге болады? Цифровойлар бар, иә, қазір. Цифровойлармен тіркеуге болады. Бұның барлығы біз үшін қанша алғанымыз маңызды. Енді біз қорқамыз, бағанағы мен бочкадан қанша шығатын туралы айтқан кезде, мен сіздерге айттым, не болған кезде, бочка, бочкада примерно гамма сәулесі
только печтен шыққан кезде жолтекек болса примерно 6 микрозиверт көрсетеді. Закис окис болатын болса ол примерно 10 микрозиверт сағатына көрсетеді. Самолетпен ұшқан кезде мен 11 000 метрға көтерілдік. Сол кезде менің жанында дозиметр болған болатын. Не 5 микрозиверт көрсетті. 5,5 микрозиверт көрсетті. 5,5 микрозиверт біз үшін өте көп деп айтуға болады. Табиғатта там ол жер аспанға көтерілген сайын радиация өсе береді. Егер біз мысалға Эвересттің басында 1 жыл өмір сүретін болсақ, 20 миллизиверт доза аламыз. Қанша? 8800, сондай биіктікте жыл бойы өмір сүретін болсаң, 20 миллизиверт аласың. Значит, бұл жерде жақсы көрсетіп тұр да. Мысалға айттым ғой, мен кешегі айтып жатқан табиғи радиация туралы айтып жатқан кезінде, мысалға неде алатын адамдар туралы айттым. Чили, Анд тауының маңайында, сол жақтар, содан кейін Рио-де-Жанейро, ол жерлерде бізде қанша болады дедім мен? 10 миллизивертқа дейін доза алады. А бізде уранда істеп жүретін адамдар 2-3 миллизиверт доза алады. Именно рудникта жүрген адамдар. Сонда қарап көрсеңіздер, бұлардың әкелетін сыртына шығып жатқан гамма сәулесі маңызды, бірақ сондай қатты бізде көп емес гамма. Бізге маңыздысы мына ішке түспеу, жұмыс істеу барысында ауадағы әртүрлі радиоактивті заттар шаңмен, немен көтерілетін, немесе радиоактивті газ, радон. Ол да біздің жұмысымызда бөлінуі мүмкін, мысалға. Қарап көру керек, қай уақыт. Мысалға, ПР болса, содан радон бөлінуі мүмкін, товардың десербат болатын болса, одан радон шықпайды. Немесе басқа да уже осажденный нелер болатын болса, пульпа дейді ғой, ұлпа күйіндегі. Сұйық күйде болды ғой, уранды ертіп алып шығады. Қайтадан неге айналдыру кезінде оны ұлпаға айналдырады бірінші. Сұйық күйден кристалл қатты күйге өтеді. Сол қатты күйінде, содан кейін біз оны сығып, тұндырып, сығып, кептіріп, уже порошок қылып алып шығамыз. Сол порошоктың енді езіп жатқан кезінде, мысалға, басында жерде еріген күйде көбінесе радон мына нелермен келеді. Жаңағы ПР-дің құрамында болуы мүмкін, шыққаннан кейін ол бір емкістке нетілуі мүмкін, бір емкістердің ішіне кіргізілуі мүмкін, ол емкістің ішінде газ күйге өтеді, мына емкісті толтырған кезде ығысып жұмыс орнына шығуы мүмкін. Демек, біз жұмыс істейтін жерімізде жаңағы нелерден бөліп, сыртқы сәуледен бөліп, ішкі сәуледе болуы мүмкін. Жаңағы радон болуы мүмкін, көп мөлшерде болып кетуі мүмкін. Олардың әрқайсының источник ретінде. Долгоживущий, ауадағы шаң радиоактивті, содан кейін газдар радиоактивті. Бетта шығаратын шәуле шығаратын әртүрлі шаңдар, немесе альфа шығаратын шаңдар адамдардың ішіне түсетін болса, іш жақта сәуле шығарса, бұлар ішкі сәулеге жатады. Сыртқы сәулеге мен айттым, жалғыз
гамма ғана жатады деп. Сыртқы сәулеге гамма ғана жатады. Енді қорғаныс туралы ертең айтамыз. Бүгін бүгінгімен осы сабағымызды аяқтаймыз. Записіміз қайда?